Қонақ аз отырып, көп сынайды. Бабамыз Мөңке бидің қонаққа қатысты мына теңеулері есіңізде ме? Бірде Мөңке биді көруге құмар болған бір жігіт ол кісіні үйіне іздеп келген екен. Есіктен кірген жігітке Мөңке: «Түлкім, жоғары шық» дейді. Шай келеді. Бірақ шай ішкен кезде Мөңке: «Сыншым, сөйле» дейді. Жігіт түсінбей отыра береді. Әлгі жігіт кетер уақытта Мөңке би: «Жыршым, енді рұқсат, үй ішіңе жет, ел жұртыңа сәлем айт» дейді. Жігіт сонда Мөңке биге: «Сіз маған 3 сөз айттыңыз, осы тұспалдарыңызды мен түсінбедім, нені меңзедіңіз?» деп сұрайды. Сонда Мөңке: «Түлкі ұқсап құбылып келдің, әр мейман кірер кезде сен сияқты толқып келетіндіктен соны айттым». Қонақ біраз отырған соң үйдің оң жақ, сол жағына қарап сынай бастайды. «Сыншым дегенім сол». Қонақ үйден аттанғанда көрген білгенін жыр қылып айта жүреді. «Жыршым дегенім сол» деген екен. Рас. Қонақ қобалжып кіреді. Есікті қалай ашқан сәтіңізден бастап, қарсы алғандағы қас-қабағыңыз, әрбір кішкене әрекетіңізге дейін мейманға үлкен әсер қалдыратыны сөзсіз. Дана халқымыз: «Асыңа тойғызбасаң да ақ ниетіңе тойғыз. Қонақ асқа емес, сөзге мейман» деп бекер айтпаған. Жаратқан дәрежемізді көтеріп, мейманымыз мақтай жүрсін десек, қонақтың аз отырып, көп сынайтынын ескеріп, құрмет көрсетуге аянып қалмағанымыз жөн.